еш күмәнім жоқ, олар бұндай әйелге талақ берген болар еді. Енді мен олардың өмірбаяндарын ондай бір жақсы білмеймін. Мүмкін біреулер ажырасқан шығар, осы себепті. Егер ажыраспаған болса, онда жалпы әйелдері жақсы болды деген сөзді. Онда олар растан тоже күйеулерін қолдаған адамдар. Сондай бір жақсы әйелдер болған онда. Жалпы бұндай бір еркектер үшін дүние бір ләззаттарына қарағанда жаңағыдай бір идеология үшін еркек адам өмір сүруі, ұлты үшін, діні үшін, үлкен бір мақсат үшін оларға ең маңыздысы енді осы болатындығы. Қалған нәрсенің бәрі оңай. Әйел келеді, кетеді. Келді, үйленді дейік. Әйеліне ұнамайды ма күйеуінің бұл жүрісі, мысалы дінге қызмет қылып жүргені, немесе болашақта дінге қызмет қылғысы келуі, яғни бәрібір үйіне жібереді қайтарып, талағын беріп. Егер де әйелі енді тосатын болса күйеуін, бұл мақсаттан не керек, субханалла, бұндай әйел. Қатын бастаған көш оңбас. Келесі мақал. Растан солай. Жалпы бұл енді жаңағы мәселені қозғасақ болады. Феминизм мәселесі. Бұл жөнінде мен кішкене жаңағы жазған кітабымда да айтқанмын. Яғни сестралар бұндай бір ақидадан сақ болу керек. YouTube көрмеу керек. Жаңағы неше түрлі бір әйелдердің бір видеоларын тыңдамау керек. Неше түрлі бір әйелдерге жаңағыдай бір өмір сүріп үйрететін адамдар қалай өмір сүру керектерін, еркектерге бағынбай мысалы. Енді олардың шақыратындары осы нәрсе ғой. Бұндай әйел оңбайды. Феминистке болам деген әйел оңбайды. Бұндай әйел ешкімге керек емес. Жалпы нормальный еркек бұндай әйелді әйел қылып алмайды. Осыған дейін жаңағы бір оқыған өлеңдерімізді. Әйел адам жалпы аузын жабу керектігі, еркек адамға себебі айдаһар емес, әйел керектігі. Енді әрине, егер де еркек адам жақсы болса, әйелін хақсын беріп жатыр дейік. Бірақ әйел жаңа неше түрлі бір видеоларды көріп алып, күйеуінен бір көп нәрсе талап ететін болса, басын ауыртып, миын жеп, міне осы енді дұрыс емес деп жатқаным. Шариғат бойынша дұрыс емес. Бұл әйел енді не болса да бір иманы әлсіз әйел болып есептелінеді. Қайда тақуалық деген нәрсе? Біз не тек осы дүние үшін өмір сүреміз бе? Қайда сабыр деген нәрсе? Неге мысалы сахаби әйелдерден үлгі алмасқа? Бәрі үшін мысалы ең маңызды нәрсе бұл дүниеде дін болды ғой, дінге қызмет қылу. Тарихта тіпті мысалы жихад қылған әйелдер де болды. Біз сестралар енді жихад қылды демейміз, бірақ аз дегенде күйеуіне бағыну, күйеуінді қолдау. Егер де күйеуін дінге қызмет қыламын десе, білім аламын десе, күйеуінді жалпы қолдау. Бір болмайтын бір себептермен оны мысалы бір мазаламау, басын ауыртпау, көп сөйлемеу. Одан кейін әйел баласына жақсы тәрбие беруі, кішкентай кезінен тоже жаңағы ақиданы үйретуі, дінге қызмет қылу. Міне осы семья ең бір күшті семья, мубарак болған семья. Ал басқа семьяларды енді шын айтсам мен түсінбеймін. Не ол семья мысалы білімге қызықпайды, не бір ақидалары да жақсы емес, ақидаға қызықпайды, не бір дінге қызмет қылатында бір ойлары жоқ, тек бір әйтеуір өмір сүріп жатқан адамдар. Шын айтсам мен түсінбеймін. Енді олармен мысалы имансыздардың не айырмашылығы бар сонда? Имансыздар да рахаттанып осы дүние үшін өмір сүреді. Біз ақыретке иман келтіреміз, бірақ та сонда да кейбір адамдар қарасақ амалдарына олар да тек осы дүние үшін өмір сүріп жатқан адам сияқты болып көрінеді. Барынша осы дүниеде бір рахаттанып кету. Әйелдің күші жоқ, айласы көп. Жаман ерден жайдағым жақсы, жаман әйелден бойдағым жақсы. Яғни жаман әйел алғаннан гөрі еркек адам бойдақ болып жүре бергендігі жақсы екендігі. Неге жаңағыдай бір ой, мысалы адам жалғыз қалып кетемін деп қорқады ма? Біреулер мүмкін растан жалғыздықтан қорқуы, сөйтіп адам не болса да мен үйленуім керек дейді мысалы. Себебі ол жалғыздықтан қорқуы мүмкін. Бірақ та енді бұл ой дұрыс емес қой. Адам жаман адаммен бірге болғаннан гөрі жалғыз болған жақсы да. Тем более адам жалғыздықтан қорқпайтын болса, асылында оған вообще бәрібір. Итагон өмірі рахат. Жалғыз болса да, енді ол дінге қызмет қылып жүрген адам, жалпы ол умматпен бірге болған адам. Ол ондай адам әрине бір жалғыздық сезінбейтіндігі. Себебі оның әлем бойынша қаншама бауырлары бар. Ол солармен бірге. Жалпы ислам дінін ақиданы жақсы түсінген адам жалғыз болып бір жалығып кетеді деп ойламаймын. Адам жалықса, адам мүмкін бір жерде отырып қалғаннан жалығады. Ал егер адам жүретін болса, елдерді аралап, дінге қызмет қылып,
Bunday адам жалықпаса керек, әйел болмаса да. Жақсы әйел тені жоқ жолдас, түбі жоқ сырлас. Жақсы әйел ырыс, жаман әйел ұрыс. Күшті тоже мағынасы. Жақсы әйел ырыс, жаман әйел ұрыс. Тен-тенімен тезеп қабымен. Жақсы. Ит үреді, керуен көшеді. Бетін қисық болса айнаға өкпелеме. Қарға баласын атпағым дер, кірпі баласын жұмсағым дер. Бұл жаңағын мағынасындағы бір мақал. Әркімдікі өзіне, ай көрінер көзіне деген. Жүгірген жетпейді, бұйырған кетпейді, машалла. Бұл енді біздің жалпы қазақ тағдырға иман келтірулері. Тағдыр деген нәрсе бар, біз тағдырға иман келтіреміз. Жүгірген жетпейді, бұйырған кетпейді. Не болса да тағдырда жазылған нәрсе болады. Менде бұл жерде 100-ден көп мақал бар. Мен солардың бәрін оқимын ба деп ойлаған едім, бірақ та мен жай оқып жатырмын ба, немесе көп сөйлеп қойып жатырмын ба. Запистер көбейіп кететін сияқты, сондықтан бұлай жіберіп отырып кейбіреулерін ең бір жақсыларын оқиын. Келесі мақал. Кімнің арбасына отырсаң, соның өлеңін айтасың дейді. Бұл енді жаңа мәселеге қатысты. Мүмкін жаңа сол бір сұлтан ғалымдары, сондай бір мәселе. Адам біреулерге жақын болып кетсе, мысалы билікке жақын болып кетсе, енді ол соларға бағынатындығы, соларды разы қылуға тырысатындығы, оларға қарсы сөйлей алмайтын болады. Айдағаны бес ешкі, ысқырығы жер жарады. Субханалла. Яғни бір үлкен бір мәселені аз ғана бір сөздермен, бір мысал келтіріп осылай бір жеткізу қандай әдемі. Яғни қазақ тілінің жалпы бір бай екендігіне бір дәлел. Айдағаны бес ешкі, ысқырығы жер жарады. Бұл жаңағыдай бір адамдарға қатысты мысалы. Бір аз ғана, бір кішкентай бір амал қылып жатқан болуы мүмкін. Бірақ та енді айқай шу шығып жатады, бәрі естіп, бір үлкен бір нәрсе қылып жатқан сияқты. Ал мысалы кей кезде керісінше болуы мүмкін. Адам бір альхамдулилля дінге бір үлкен бір қызмет қылып жатқан болады. Көп бір шаруа бітіріп жүрген болады, дінге қызмет қылып, бірақ та оны ешкім білмейді. Көп ешкімге айтпайды, өзімен өзі тыныш. Жақсы, енді қазір қарап отырып, кейбіреулеріне ғана тоқталамын. Жақсының аты өлмейді, ақынның хаты өлмейді. Жақсы. Жалпы бұл білімге де қатысы бар. Ақынның хаты өлмейді, жалпы енді бұл білімге қатысты. Білім иесі бір еңбек қалдырып кеткен болса, аты өлмейтіндігі. Жыртық тесікке күледі дейді. Яғни түсінікті мағынасы. Бөлінгенді бөрі жейді. Қолда бар алтынның қадірі жоқ. Я субханалла, бұл жалпы адам табиғаты осындай екендігі. Адам тек бір нығметтен айырылып қалса ғана түсінеді да, ол қандай үлкен нығмет болғандығын. Көш жүре түзеледі. Яғни адам бір нәрсе бастаса, жалпы жаңағыдай мақсат тоже болмау керектігі. Адам бір нәрсені бастағаннан бастап бір ол күшті болуы. Жоқ, бастап кете бер. Жайлап енді уақыт өтумен адам бір тәжірибе жинайды, сөйтіп жалпы дұрысталады, жақсарады, қылып жатқан амалы. Аузы күйген үрлеп ішер. Тоже күшті бір мысал келтіріп жатқаны осылай. Яғни адам бір қателескен болса, келесіде бір ойланып қалатындығы соны. Аузы күйген үрлеп ішер. Аллаға сенген құстай ұшады. Адамға сенген мұрттай ұшады дейді. Яғни кесіліпті мұрт. Сөздің көркі мақал, ердің көркі сақал. Жалпы қазақтарда ата бабаларымызда бәрінде сақал болғандығы. Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар. Бұл енді өте күшті мағынасы. Жалпы білім иесі, білімді адам көп бір пайда жеткізетіндігі, көп адамдарды мысалы бір дұрыстай алады. Ал білімі жоқ, тек күші бар адам не істейді? Ол кімді жинайды? Ол тек адамды ғана жиналады, алдына шыққан адамды. Ол күшін енді тек адамға көрсете алады, алдына шығып қалған адамға. Ал егер де адам одан алыс жерде болса, ол не істейді? Оның күші қанша көп болса да, ол оған қандай бір зиян жеткізе алады, егер ол оның қасында болмаса. Ал білім иесі бір жерде отырып, тіпті ол түрмеде отыруы мүмкін, сөйтіп бір кітап жазады, ол кітап немесе бір сөз айтады, ол сөз субханалла бір көптеген бір нәрсеге себеп болуы мүмкін. Керек болса бір білім иесінің сөзі бір елде мысалы халықты көтеріп жіберуі мүмкін, халықты үкіметке қарсы көтеріп жіберуі мүмкін. Яғни білім иесі мықты бір мысалы ғалым әлемде бір сөзімен, бір фатуасымен мысалы
көп нәрсені өзгертіп жіберуі мүмкін екендігі. Ел боламын десем бесігіңді түзе. Бұл енді тәрбиеге қатысты. Отан оттан да ыстық, жалыны бар шоқтан да ыстық. Ұстаз шәкіртіне білім жолын үйретеді. Білімді жан тас қамалды күйретеді. Субханалла, білімнің пайдасы. Әрине жақсы білімнің. Кітап ғалым, тілсіз мұғалім. Кітап алтын қазына. Күш білімде, білім кітапта. Наданмен дос болғанша кітаппен дос бол. Кітап көзі жұмыққа арзан, көзі ашыққа маржан. Субханалла. Көзі жұмық енді соқыр адам, әрине ол кітаптың қадірін түсінбейді. Ал кітаптың қадірін түсінетін адам үшін кітап деген бұл маржан екендігі. Жақсы кітап жан азығы. Ер елінде, гүл жерінде. Өсетіндігі болатындығы. Өз елінің иті де қадірлі. Өзге елде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол. Білім гауһар бағасы жоқ, надандық кесел дауасы жоқ. Білім арзан, білу қымбат. Субханалла. Тоже бір жақсы бір хикма болған сөз. Жалпы енді білімді арзан деп те айту кішкене бір түрлі. Жалпы білім енді қымбат қой. Тем более мысалы вахи болған білім, Аллахтан түскен білім. Бірақ та негізінде оған жету негізінде оңай ғой. Жалпы білім бар екендігі. Бірақ та неге енді адамдардың бәрі білімді болмайды? Себебі білу қымбат, оған жету қиын. Ал негізінде білім тұр да, мысалы керек болса адам үйінде тұрған болуы мүмкін, яғни мұсхаф тұрады мысалы, бірақ та адам енді Құран жаттаған ба? Жоқ. Бірақ та білім дәл алдында тұр. Қаншама кітаптар тұрған болуы мүмкін пол кісінде мысалы. Оны оқыды ма мысалы, немесе жаттады ма, жаттамаған болса аз дегенде оқыды ма? Жоқ. Неге? Себебі білу қымбат, білімге жету қиын. Алтын алма, білім ал. Білім басы бейнет, соны зейнет. Субханалла, бұл да күшті ұнады. Ең бірінші рет оқығанда қатты ұнады. Білім басы бейнет, соны зейнет. Яғни білімнің басы қиын екендігі, соны тәтті екендігі, жақсы екендігі. Бұл жалпы арабта келеді. Жаңағыдай бір сөзбен. Мән канат бидаятуху мухриқатан, канат нихаятуху мушриқатан дейді. Кімнің мысалы басында жаңа жолы, білім алудағы жолы, яғни қиын болған болса, соны бір жарқыраған болатындығы. Яғни соңына қарай адам сабырмен білімге жеткеннен кейін енді оңай болып кететіндігі, және жалпы оның бір адам жақсы бір жемісін көретіндігі сабырының. Білімнің басы бейнет, соны зейнет. Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнім жоқ. Білім ер азығы, ел азығы. Міне айтқандай, жалпы ер адамның сипаты ол өз еліне, ұлтына, умматына пайдалы адам болу керектігі. Ал басқаша өмір бұл енді әйелдердің өмірі. Жаңағыдай тек сол дүние, бала шаға, семья, үйде отыру. Бұл енді түсінікті ғой, енді әйел адамның өмірі екендігі. Ер адам шығу керек та, қызмет қылу керек, умматына, ислам умматына қызмет қылу керек, аз дегенде ұлтына қызмет қылу керек. Жақсы ниет жарым ырыс. Адам жүрегінде жақсы ниет бекітіп жүру керектігі әрдайым. Кен болсаң, кен болмайсың. Субханалла, не деген күшті, яғни күшті айтылған ұйқас жаңағыдай бір. Кен болсаң, кен болмайсың. Яғни кен болсаң, кеншілік, мысалы адамдарға көмектесу, ақшамен көмектесу мүмкін. Кен болсаң, кен болмайсың. Яғни бұл сенен азаймайтындығы, бір кеміп қалмайсың, кеміп кетпейді. Жалпы бізде діндегі нәрсе, адам садақа берсе, оның енді мүлкі көбейетіндігі азаймайды. Қолы ашықтың жолы ашық. Бұл да сол жомарттық жөнінде. Қолы ашықтың жолы ашық. Жақсылық қылып жүретін адам мүмкін бір садақа беріп, ол адам жолы ашық болатындығы. Кішіпейілділіктен кішіремейсің. Кішіпейілділіктен кішіремессің. Бұл да жаңағы мағынада. Кен болсаң, кен болмайсың деген. Кішіпейілділіктен кішіремессің. Енді кішіпейілділік деген бұл таваду, скромный болу да. Бұл тоже бұл мағынада хадис келген бізде. Кім Аллах үшін жаңа кішіпейіл болатын болса, Аллах оның дәрежесін көтеріп қоятындығы. Яғни ол бір қор болып қалмайды. Кішіпейілділік бір танытса адамдарға. Кішірейіп қалмайды. Анығын айту адалдық, ала сөйлеу арамдық. Яғни адам нақты сөйлеу керектігі.
Бізде мысалы дағуатта бұл өте маңызды. Дұрыс ақидаға шақыру. Біреулер болса, субханалла, бір мұнафиқ сияқты болады. Барынша бір жұмсақ сөйлеймін деп, өзінше бір хикмат қыламын деп, пайғамбардың жолына қарсы шығады. Анық айту керек қой, адамдарды алдамай. Мысалы, егер біреу ширк акбар қылып жатқан болса, біреу одан сұраса, кім деп бұл адам? Жаңағы адам оны тіпті мушрик деп білсе де, бірақ та мүмкін енді жаңағыдай бір алдау, енді ол өзін мұсылманбыз дейді ғой, жалпы ол қазақ қой. Субханалла, айтсайшы анығын, ол мушрик деп, мұсылман емес. Аллахтан қорық деп. Аллахтан қорықсын деп, ол адам қазір өліп кететін болса, тозақта мәңгі қалады. Мен саған жақсылық қалап жатырмын деп қатты сөйлесем де. Біреуге орғассан кен қаз, өзін түсеріне жақсы дейді. Алдын жалпы енді еститін едік қой, бұны біреуге орғассан өзін сөзін деп, мысалы. Ойы бөлектің жолы бөлек, субханалла. Бұл менде бұл жерде бір ғана мақал, бәрі барлық әріптері үлкен әріппен жазылып тұрған. Бұл маған сондай қатты ұнады, мен бұны бәрін толықтай үлкен әріппен жазып қойғанмын. Ойы бөлектің жолы бөлек, субханалла. Не деген бір точно айтылған нәрсе, дөп айтылған нәрсе. Ойы бөлектің жолы бөлек. Барлық нәрсе сол ойдан басталатындығы, адам жалпы өмірі таңдауы, қандай өмір таңдайтындығы, ойы бөлектің жолы бөлек. Мысалы, кей кезде адам біреулерді түсінбеуі мүмкін, бір жол таңдаған болса, көп адамдар бір таңдамаған бір жолды таңдаған болса, кішкене бір қиын өмірді таңдаған болса, енді дұрыс қой, оның ойы бөлек еді басқа адамдарға қарағанда. Басқа адамдардың ойы енді басқа нәрсе еді. Мысалы, көбінің ойы дүние болады. Дінге қызмет қылу, жаңағыдай бір адам отанын, жанұясын бәрін бір дін жолында құрбан қылуы, жаңағыдай бір өмірді таңдауы, дінге қызмет қылып, сонда бір қиын өмірді таңдау, мысалы, ешкім ойына келмейді да. Көбінің ойы жаңағыдай енді бір тыныш өмір. Кімнің енді ойы басқаша болса, ол сонда енді басқа бір жол таңдайтындығы, көп адам таңдамаған. Осының бәрі енді ойдан басталатындығы. Ойы бөлектің жолы бөлек. Ойы бөлек болғаннан кейін ол басқа бір жолды таңдайтындығы. Себебі ол көпшілік адам сияқты емес, оның ойы вообще басқаша. Жаңағы алаш адамдары сияқты. Ойлары бөлек болды, жолдары да енді сол болды. Ең соңында енді өлімді таңдады. Білді ғой енді атылып кететіндіктерін, бірақ та олар бұл нәрседен қорықпады, бәрібір болды. Разы сол жолға. Тіпті еш күмән жоқ, өздері сол жолды таңдағанда бір рахаттанып өмір сүргендіктері айтқандай. Себебі біреулер үшін осы бір маңызды болады. Яғни бір тәтті өмір. Адам өзінің бір енді идеологиясы үшін өмір сүруі. Жаңағы идеологиясы жаңағы адамға мысалы күш береді. Сол себепті адам шыдайтын сол жолда. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Жақсы, тез көрейік. Бойынмен мақтанба, ойынмен мақтан дейді. Мүмкін бұл енді білімге қатысты болуы. Яғни күшпен емес, адам ойымен, ойы мықты болса. Төзім мен еңбек бәрін де жеңбек. Төзім мен еңбек бәрін де жеңбек. Бұл жаңағы орысша мақалдың аудармасы. Немесе керісінше, олар бізден ұрлап алды. Солай ойлай берейік. Орыстар қазақтардан ұрлап алған деп. Кезінде енді алтын ордаға олар салық төлеп отқан кезде қазақтардан көп сөздерді естіген шығар, көп мақалдарды. Мысалы, оларда жаңа хожайын деген сөз. Енді әрине олар алтын орданың адамдарына хожайын деп солай бір сөйлеген шығар. Хожайын деген сөз оларға қайдан кіріп кетті, қалай кіріп кетті? Біздің қожайын деген сөз ғой, хожайын деген сөз. Қожайын деген сөз жайлап енді олардың тілдеріне өткенді. Мүмкін басында енді қожайын қ дей алмайды ғой, мысалы қ дейді қожайын, одан кейін қожайын, одан кейін жайлап сол хозяин болып кеткен болып тұр ғой енді примерно. 100% осылай демеймін. Жалпы бірақ осылай ойлай берсек болады. Енді асылында деньги деген сөздер сол біздің теңге деген сөз ғой. Сондықтан осында олар бізден ұрлап алған болса керек. Төзім мен еңбек бәрін де жеңбек. Оларда жаңағыдай келеді ғой. Терпение и труд все перетрут деп. Дәл осы да мағынасы. Терпение и труд. Төзім мен еңбек, яғни терпение төзу да, шыдау. Төзім мен еңбек бәрін де жеңбек. Шындық отқа күймес, суға батпас дейді. Альхамдулилля, растан солай енді не болса да. Шындықты ешкім жеңе алмайды. Шындық отқа күймес, суға батпас. Жалғыз жүрсен жол ұзақ дейді. Я, енді растан солай. Бірақ енді жалғыз қалып кетпейін деп адам қорқып қасыма біреуді алайын деп кез келген біреуді алып алғаннан гөрі, мүмкін оны жаңа жолынан тосып қалатын адам бола ма, ол лучше жалғыз адам өзі кете беруі. Бұл енді әйелге қатысты айтып жатқан. Жақсы әйел болса әрине жақсы болар еді, жол жеңіл болады. Бірақ та Алла сақтасын, әйел фитна болса, онда
Адам артқа қайтады да. Лучше өзі ұзақ болса да кете берген жақсы еді. Көз қорқақ, қол батыр. Қыз күнінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады? Қызық мақал. Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы. Оқу инемен құдық қазғандай. Яғни тез берілмейтіндігі білім, көп уақыт өту керек. Оқысаң озарсың, оқымасаң тозарсың. Ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді. Жалпы мысалы неге тілді біз ана тілі дейміз, қазақ тілін? Себебі ана да кішкентай кезінен балаға тәрбие беретін. Сондықтан жалпы еркек таңдаған әйел жақсы болуы өте маңызды екендігі. Себебі балаға да тәрбие беретін сол енді ана ғой. Ана қай тілде сөйлесе, бала да сол тілде сөйлейді. Сондықтан адам мысалы жақсы әйел, мысалы емес енді, жақсы әйел алу керектігі. Мәңгүрт болған біреуде емес. Немесе иманы әлсіз болған біреуде емес. Білетінін 1-9, білмейтінін 99, субханалла, бұл да күшті. Білетінін 1-9, білмейтінін 99. Жалпы адамның білетініне қарағанда білмейтіні көп екендігі. Сондықтан адам мысалы бір нәрсені естісе, таңғалмау керектігі. Мен білмеппін деп, конечно білмейсің. Сен не, бәрін білесің бе не? Білетінін 9, білмейтінін 99. Сол 99-ның бірі ғой енді бұл. Қазір біліп жатқан. Тіл сүйексіз болса да сүйектен өтеді. Өз тілін бірлік үшін, өзге тілін тірлік үшін, субханалла. Растан бір ғажайып күшті болған бір. Өз тілін бірлік үшін. Мысалы қазақтар, жалпы Қазақстандағы адамдар, жалпы қазақтар, қазақ тілде сөйлесе бәрі бірігер еді да. Бір тілде сөйлеу жалпы енді біріктіреді адамдарды. Ал адам өзге тілді енді үйренсе болады. Біз енді нацист емес, біз басқа тілді үйренбе демейміз ол. Бірақ та енді адам өзге тілді мысалы үйренсе, қазір мысалы қазақстанда біреулер орыс тілін үйренсе, ағылшын тілін үйренсе, көбінесе бұдан мақсат енді бір жұмыс істеу, тіршілік, сол болады мақсат. Тілі өлген ел, тірі өлген ел, субханалла. Тілі өлген ел, тірі өлген ел.